Биологияны бірден түсіну? Oh shit, here we go again. Биологияны қазір саған 5 минут ішінде түсіндіремін. Биология тіршілік туралы ғылым. Бактериядан бастап, көшедегі котикке дейін бәрі осы ғылымның ішінде. Біз қалай дем аламыз, өсеміз, ауырамыз, осының бәрі биология зерттейді. Жасушалық биология. Биология негізі жасуша. Бұл тіршіліктің ең кішкентай, бірақ ең маңызды бөлігі. Жасушаның негізі екі түрі бар: прокариоттар, ядросы жоқ, мысалы бактериялар. Эукариоттар, нақты ядросы бар, мысалы адам, жасушалар. Жасуша ішіндегі қарасақ, ең бастысы бұл ядро. Бұл басты мидың рөлін атқарады. Өзімізде генетика ақпаратты ДНК сақтап, мысалы көздің түсін, адамның бойын, түрі, болашақ ауруларын бейімдеудің бәрі сол жерде жазылған. Қабықша мембрана кіріп шыққанды бақылайды. Электрондық станциясы митохондрия энергия шығарады. Зауыты рибосома белок өңдейді. Мусорка лизосома қажетті заттарды жояды. Генетика. Сіздің көзіңіз неге қоңыр, ал досыңыз неге көк? Бұл бәрі генетика. Гендер бұл сіздің денеңіздегі нұсқаулар. Мысалы, олар неге жауапты? Сіздің теріңіз қандай түс болады, бойыңыз қанша, шашыңыз тік пе, әлде бұйра ма, тіпті кейде мінез құлықта қандай? Яғни сенің конфигурациясын, генетикалық кодын жазылады. Әрбір жасуша ДНК-сы бар. Бұл үлкен кітап сияқты, ал ген сол кітаптың парақшалары. Ген ата-анасынан беріледі. Анасынан 50%, әкесіне 50%, сен олардың комбинациясы боласың. Кейбір гендер басты рөлде, яғни доминантты, ал басқалар жасын жүреді. Бұлар рецессивті гендер. Мысалы айтсақ, қоңыр түс доминантты ген, көк түс рецессивті ген. Егер сенің кеудеде болса, қоңыр түс жеңеді. Экология мен эволюция. Экология бұл табиғаттың ішкі локациясы. Мысалы, қасқыр қоян жейді, қоян шөпте қоректенеді, шөп күн сәулесімен өседі. Экология бұл тірі табиғат пен өлі табиғаттың бір-біріне байланысқан желі. Ол жерде бәрі маңызды: су, ауа, бактерия, құстар, адамдар. Табиғат ештеңені босқа жасамайды. Әрбір жәндік бір деталь. Эволюция бұл тіршіліктің өзгеруінің тарихы. Ертеден бір жасушалы ағзалар болды. Уақыт өте келе табиғат ең күшті, ең бейімделген түрлерді қалдырады. Бұған Чарльз Дарвин табиғи сұрыптау деп атайды. Қарапайым мысал, дарвиништер бір аралдағы құстарды тұмсығы әртүрлі екен көрді. Неге? Себебі тағамдары әртүрлі болды. Биотехнология және биоинженерия. Биология тек теория емес, бұл болашақтың нақты технологиясы. Биотехнология дегеніміз тірі ағзалардың немесе жасушаларды пайдаланып, пайдалы өнім жасау. Мысалы, инсулин бұрын шошқадан алынатын, қазіргі кезде бактериядан генін қосып, солай өндіріледі. ГМО өсімдіктері құрғақшылыққа төзімді етіп жасалған. Бұл аштықпен күресуге көмектеседі. Жасушалық ет жануарды өлтірмей-ақ өндірілетін таза ет. Ал биоинженерия бұл тірі жүйелерді жасанды түрде жаптығу. Ғалымдар жасушаларды бағдарламалып, мүлдем жаңа органдар жасайды. Ал ретінде 3D принтерде жасалған жүрек, тері немесе сүйек. Соқыр адамдарға алынған биокөз, жараны өздігінен жазалайтын ақылды жасушалар. Бұл ғалымдар тек қиял емес, қазіргі кезде өзінде қолданылып жатыр. Олар медицина, ауыл шаруашылық және экологияда нағыз революция жасап жатыр. Микробиология. Микробтар кішкентай болса да керемет маңызды тіршілік иелері. Адам ағзасында 39 триллионға жуық бактерия бар. Тіпті өз жасушаларынан көп. Жақсы жақтары ішекте тұратын пайдалы бактериялар. Олар ас қорытуға көмектеседі, иммунитетті нығайтады. Микробиом біздің ағзамыздағы микробтар әлемі. Ол көңіл-күй күйімізді, ұйқымызды, тіпті ми жұмысын әсер етеді. Енді жаман жігіттерге кеттік. Коктар томалақ пішіндес бактериялар, мысалы стрептокок, тамақ ауруының ангина туғызады. Стафилокок тер жарақатысында улануы туғызуы мүмкін. Пневмокок өкпе қабынуын тудырады. Бациллалар таяқша пішіндес бактериялар, сібір жарасын, сибирская язва туғызады. Кластридиялар өте қауіпті, олар ботулизм, сіреспе сияқты ауруларды туғызады. Вирустар ше, олар тірі ме? Әрі де оларға талас болады. Тірі ме, тірі емес пе? Бірақ олар тұмау, COVID-19, гепатит, эбола сияқты қауіпті ауруларды тудырады. Бірақ есте сақта, микробтар барлық жаман емес. Көпшілігі бізге көмектеседі. Олар көрінбейтін достарымыз. Міне, осы уақытқа шейін біз сізбен клеткалық биологияға әлеміне үңілдік. Генетика құпияларын аштық, эволюция мен экологияны түсіндік, биоинженерия мен биотехнологияны қарастырдық. Және де микробиология таңғажайық әлеміне сапар шектік. Бұл биологияға тек бір ғана бөлігі ғана, әлде талай қызығы бар. Егер биология бірге үйренгің келсе, каналға тіркел. Келесі видеоларда тағы таңғажайып дүниелер болады. Кездескенше, ғылым досым.